Кез келген мәдениеттің негізгі құрамдас бөлігінің бірі би. Би өнері қазақ халқының тарихында әрдайым ұлттық мәдениеттің ажырамас бөлігі саналған. Елімізде хореографиялық өнер мемлекетіміздің тәуелсіздік жылдарында ерекше дамыды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу қарсаңында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен Қазақ ұлттық хореография академиясы ашылды. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Ресейдің халық әртісі, Парасат орденінің иегері Асылмұратова Алтынай Абдуахимовна академияның ректоры болып тағайындалды. Академияның басты мақсаты би мәдениетінің мұрасын насихаттау ғана емес, сонымен бірге әлемдік хореографиялық қоғамдастықтың қазіргі заманғы алдыңғы қатарлы үрдістерін дамыту болып табылады. Академияның профессорлары мен оқытушылары Қазақстан мен шетелдерде кеңінен танымал біліктілігі жоғары мамандар. Хореография академиясында оқу жүйесі әр оқушымен дара жұмыс жасауға негізделген. Бұл Қазақстанда ұлттық хореографияны және балет өнерін дамытуды мақсат еткен Орталық Азиядағы алғашқы көп сатылы кәсіби білім берудің толық циклі бар жоғары оқу орны. Университет қызметінің негізгі бағыты келесі мамандықтар бойынша кадрларды даярлау болып табылады. Хореографиялық өнер, хореография, режиссура, өнертану. Қазіргі уақытта академияда 498 студент білім алып жатыр. Бірегей оқу орны хореографиялық өнердің барлық заманауи талаптарына сай. Кешен өзінің маңыздылығын айшықтайтын сәулет шешіміне ие. Классикалық жиынтық стильдегі архитектуралық құрылымдар Астананың сол жағалауының сәулеттік ландшафтына толық сәйкес келеді. Балет, тұрғын үй, оқу ғимаратынан тұратын кешеннің жалпы ауданы 62.484 шаршы метр. Балет ғимаратында 21 балет залы және медицина блогы бар. Тұрғын үй ғимаратында Қазақстан Республикасының барлық аймақтарынан және шетелдерден келген студенттер, сондай-ақ шақыртумен келген педагогтар тұрады. Оқу ғимаратында 38 аудитория, кітапхана, асхана, буфет, жаттығу залы, 250 шаршы метр бассейн бар. Академия Франция, Италия, Ресей, Қытай, Әзербайжан, Белоруссия және басқа елдердің хореографиялық өнер саласындағы жетекші мекемелермен халықаралық ынтымақтастық тәжірибесіне ие. Шетелде оқытушыларды даярлау, біліктілігін көтеру жалпы бағдарламаларда да, жекелей тәжірибелік сабақтарда, семинарларда, топтық тәжірибешілік сапарлар шеңберінде жүзеге асырылады. Қазақ ұлттық хореография академиясының алғашқы концерті 2017 жылдың 29 мамырында өтті.